Сәлем бердік әже. Бақытты болғар әже. Балдарым, аман сау келдіңдер ма? Шүкір әже, жақсы жеттік. Қалай жағдайыңыз әже, жақсы ма? Шүкір Аллаға, аман есен отырмыз. Ауыл елдерің аман ба? Шүкір әже, бауырларымды қаладан ауылға демалсын деп алып келдім. Дұрыс істегенсің. Амарған ішіп, асық ойнап, бойларын жазып қайсың бауырларын. Менде немерелеріме жинаған асықтарым бар еді. Балдарды ойната ғой осымен. Ой, қандай тамаша әже. Балалар қараңдаршы, әжеміз бізге көптеген асықтар жинап қойыпты. Балалар, асық бұл қойдың асықты жілігінен алынады. Асықтың 4 қалпы бар. Бүк, шік, тайкі, опы деп аталады. Ал енді балалар, осы асықтармен қазақтың ұлттық ойындары өте көп ойналады екен. Қанталапай ойыны, бес асық ойыны, асық ату ойыны, көптеген ойындар бар. Ал енді осы ойындардың ішінен біз бүгін қанталапай ойыны ойнайық. Ал енді қанталапай ойыны балалар, көптеген асықтардың ішінде ерекше бір асық болады. Ол қызыл түспен боялған қан асығы. Қан асығы біз айтады. Балалар, асықтарды ортаға тастаған кезде талапай-ау талапай деп өзімізге тасталған асықты жинап аламыз. Және де сол жиналған асықтың ішінен қан асығы кімге түссе, сол ойынды бірінші бастайды. Ал қалған балалар, жиналған асықтардың ішінен бір асықты өзінен сақа етіп сайлап, қалған асықтарды ортаға тізіп қоямыз. Және де сол сақамызбен ортада тізіліп тұрған асықтарды құлатып, ұпай жинаймыз. Түсінікті ме? Ендеше балалар, қайки әжеміздің асығымен ойын ойнайық. Талапай-ау талапай, табылды ойын алақай. Талапай. Ал. Қанеке, қан асығы кімде екен? Қан асығы Мамдияға түсті. Ендеше бірінші болып ойынды Мамдия бастайды. Ал қалған балалар, ал жинаған асығымызды қайеке ортаға тізейік. Ойынды бастай қойған. Мамдия бірінші асықты атады. Балалар асық атқан кезде көздеп дәлеп тигіземіз. Мамдия неше асық жинады? Мамдия 2 асық жинапты. Алинұр қанша асық? Алинұрда 4 асық. Димаш 1 асық. Мединада 1 асық. Абуде 1 асық. Бізде бүгінгі ойында асықты көп жинаған Алинұр екен. Алинұр жеңісің құтты болсын. Ал енді балалар, бұл қанталапай ойынын әр кезде ойнауға болады екен. Түсіндік пе? Ал келесі ойында кездескенше сау болыңдар балалар.